Менке Қарғалы ауылының әкімдігінде тұрмын. Әкім мұнда Наметов Қуаныш. Екі орынбасары бар. Қуаныш, Бекман деген фамилиялары есімде жоқ. Неке мынандай жағдай. Мен осы әкімдіктің соңында жүрмін. 2-3 аптаға кетті деңізші. Ішкі саясат жұмыс дегендей әңгіме немден басталды. Мен мұнда біраз уақыт болғандығымнан енді өзімнің тіршілігіме қажет 1-2 топқа мені қосып қойыңыздаршы деп мен енді неткен танысқан адамдарыммен солай енді адамдарымнан сұрадым. Олар мен қосып қойды. Қарғалы тұрғындары деген админы Дәулет деген жігіт 400 бәленбай адам отырады. Сосын екінші справочное бюро деген. Қарғалы тұрғындарынан да, сосын справочное бюродан да мені шығарып тастады қазақ тілінде ақпарат сұрағаным үшін. Мен біреуіне айтқан жоқпын, сендер қазақша, тек қана қазақша сөйлеңдер, орысша сөйлемеңдер деп. Сендер неге орысша сөйлеп отырсыңдар деп біреуіне айтқан жоқпын. Бәрдік жазысқанымды, аудио жазбаларымды келіп әкімдікке көрсеттім. Маған бір топта Наталья деген енді бастады. У нас русскоязычная группа. На понятном языке говорите. Тут мы дружно живем. Бәленбай-түгленбай. Әйтеуір, мен айттым, сіздер қазақ тіліне сонда қарсыздар ма? Қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой. Мен әкімдіктің автобустардың кестесі туралы әкімдіктің ақпаратын сұрап отырмын. Ол міндетті түрде 2 тілде болу керек. Әйтеуір, ұзын сөздің қысқасы мені топтан шығарып тастады. Сосын Қарғалы тұрғындары деген 450 шақты адам отырады. Дәулет деген администраторы. Айтпақшы, справочный бюрода мені шығарып тастаған Шолпан деген кісі. Енді аты қазақ. Анда бірнеше админ бар, бір 7 ма солай. Сосын мен жағамды ұстадым. Сосын екінші топ, мына Қарғалы тұрғындары 400-ден астам. Онда Дәулет деген шығарып тастады. Онда шамамен солай өрбіді. Сөз, мына бір топта енді бір жақсы мені қолдаған да адамдар болды. Қазақ тілінде жазып отырған да адамдар болды. Бірақ та өте некен саяқ. Бірақ та мұнда барлық ақпарат, работа акимата, бәленбай-түгленбай ресми ақпарат тек қана орыс тілінде. Сосын прием на работу, охранное агентство, тағы да бірдеңе детский мир, бәленбай тек қана орыс тілінде. Сонда мен бір сұрақ қойдым. Мен айттым, сіздерде жұмысқа тек қана орыс тілділерді алама? Білетінім, мұнда Қарақалпақстаннан келген көп қазақ бар екен, қазақ тілді қазақтар. Енді болса да болмаса да енді қазақ тілін қалай Қазақстанда енді болдырмауға. Бірақ та факт сонда болдырмай шығарып жерді. Мені қазақша сұрағаным ұнамай қалды. Жаңағы Дәулет деген дөрекі сөйледі. Сіз не тыныш отырыңыз, не шығып кетіңіз деді, шығарып жерді. Сосын мен жекемеде дөрекі жаздым. Мен есімде жоқ неме жазғаным. Әйтеуір, ұзын сөздің қысқасы, мен жағымды ұстап әкімдікке келдім. Әкімдікке келдім де мен айттым, ішкі саясат. Сіздер қалай жұмыс істемей отырсыздар? Сіздер өздеріңіздің енді ауылдарыңызда, кішкентай ауылдарыңызда, кішкентай емес, әжептәуір 40 мыңдай адам тұрады дейді әкім айтты. Кеше әкімде болғам, алды күні болғам. Сепаратизм ячейкасын ғапу орысшама құрып отырған сияқты болып отырсыздар. Қалай солай болып жатыр? Мен сіздерден қатты өтінем. Сіздер мына телефондары бәрі бар, админдар, мені шығарып тастаған сол жаңағы Наталья деген қазақ тілін жолатпайтын, сосын Шолпан деген мені шығарып тастаған, Дәулет маған дөрекі сөйлеп мені шығарып тастаған. Сіздер сөйлесіңіздерші олармен. Олар енді мейлі топқа мені кіргізе ма жоқ па. Мен әкімдікке айттым, сіздер қандай да болмасын, менің өзімнің тіршілігіме бір топқа кіргізіп қойсаңдар. Мейлі анда кім отыратын. Ауылда болған, мен уақытша болса да тұрып жатқаннан кейін ауылда болған тіршіліктерді біліп отырайын. Жоқ, әкімдік енді
өздері отыратын мінекей Айткүл фамилиясын білмеймін, соған дейін бардым Ұзынағашта ішкі саясатқа жауап беретін бөлім бастығы. Өзі де отыр, бір С-дан басталатын топта, олар кіргізген жоқ. Яғни олар енді неге кіргізген жоқ? Олар сепаратизмді шынымен өзінің қолынан қалыптастырып отыр. Қазақ тіліне төзбеушілікті. Осыдан басталады сепаратизм. Құдай өз сақтасын. Ертең көп қазақтар айтады ғой, земля народная деп, ата-бабамыз қазаққа қалтырған жерді. Сонда айтады, біз орыс тілді, Петропавлда қалай болды? Біз Петропавловская народная республика организуем. Ертең Қарғалы біз не Ұзынағаш аудандық әйтеуір қазақ енді қалай автономиясын құрамыз десе, енді таңғалмаймыз. Өйткені мемлекеттің ең бірінші атрибуты тіл, гербті, туды ауыстыруға болады, но бірақ та тілге сондай қалай тілді қабылдамаушылық, тілді итермеушілік, тілді болдырмаушылық. Мінекей немене істеп отыр? Қарғалы ауылының әкімінің қоластында барлығы болып жатқан әңгіме. Мен сол әкіммен кездестім жеке. Ол айтады, біз жазамыз хатты, қайда енді не. Содан кейін ауылдан байқағаным, Евразия деген 2 нүкте бар екен, кешірім сұраймын, Евразия деген ең бірінші дүкен, үлкен супермаркет, ішінде барлық ақпарат тек қана орыс тілінде. Соны мен 3 рет бардым, айттым, 4-ші рет келгенде мен түсіріп алам дедім. Мынау масқара ғой, сіздер неге? Мақсат Ильясов деген жеке кәсіпкер соны ашыпты. Қазақ тіліне түкірген ғой енді. Индира деген фамилиясын білмеймін, енді шай қалып солай сөйлейтін бір админы айтады, уақыт жоқ, сіз немене айтасыз, ашқанымызға рахмет айтыңыздар. Мінекей осындай құлсаналы адамдар Қарғалы несінде, енді мен ойлап тұрмын, олар бірінші орында. Сосын мына жаңағы Егов-та енді қазір жекеменшік қызмет атқарады ғой, бәрібірде Егов ол мемлекеттік ненің қызметтің енді соның жасаушылары, кім, атқарушылары, кім болса дағы. Ол тек қана орыс тілінде. Оған да видео дәлелдерім бар. 2 нүкте бар екен, екеуі тек қана орыс тілінде. Енді олар қазір, мен айттым, сіздерде кішкентай ауыл, сіздер жазып жіберіңіздер. Хаттарды, сосын маған көрсетіңіздер, өйткені өтірік алдау болмасын. Соны мен айттым, хат жазып жерге қаншалықты енді не. Сол Бекман деген орынбасар айтқан, жарайды көрсетеміз деп. Сосын мен ертең келем түске дейін деп, бірақ та мен келдім, бір сөтке кейін келдім. Бірақ та олар енді бір жерге ғана жазған сияқты, Евразия деген көрсетті шығыс номермен. Басқа ешқай жерде жазған жоқ. Айтпақшы, полицияда олардың да барлық нелері, баш участковый инспектор Бәленбай Түгленбай тек қана орыс тілінде. Сол әкімдердің орынбасарының біреуінің айтуынша, мына ешқашанда қазақ тілі талап етпеген адамдар. Яғни ешқандай бәртар орыс тілінде болу керек деп солай адамдар өмір сүрді мінекей мына әкімдіктің қоластында. Яғни әкімдік өзі саусағымен де нетпеген, қимылдатпаған қазақ тілін болдырту үшін. Яғни мінекей қазір мына әкімдікке, мына Евразияға звондапты айтуынша, мінекей бір кісі талап етіп жатыр, сондықтан қойыңыздар деп. Сонда жергілікті әкімдер ақшасын қалай алып отыр олар? Қалай функциясын атқармаса? Ішкі саясатты осы мемлекеттің тілі негізінде, ұлттық мүдденің негізінде атқармаса, ол қалай ішкі саясат болып отыр? Жарайды, ұлттық мүдденің ауылы алыс шығар, бірақ та мемлекеттік тілді мінекей осылай жолатпауды қалай гүлдендіріп қойып, былайша айтқанда, түк істемей отыр. Енді мен соған 100% жауап берем, өйткені айтып тұрмын ғой, ешқандай ақпарат жоқ қазақ тілінде. Жаңағы Еговта жоқ болғасын, қалғанына неме сұрайсың? Барлық дүкендерді жиып теріп айтпай қоян, осы кішкентай ауылда. Еговтың өзінде де жоқ. Енді қарай беріңіздер, полицияның өзінде де жоқ. Әкімдіктің ішінде, онда 2 тілде ақпарат бар, болды. Бірақ та, мінекей,
мына енді қазақ тіліне қарсы шовинистармен, ода 100% шовинистар орыс тілін қойып қойған жоғары, мүмкін нацистар ма, тағы да кімдер ме, әйтеуір фашистар ма, қазақ тілін жолатпайтын Қазақстанда, білмеймін кімдер екенін олар. Енді бүкіл дүние жүзінде солай мемлекеттің тілін жолатпайтын адамдарды тайраңдатып қоймайды ғой. Солармен сөйлеспей отыр олар. Мына әкімдік солармен сөйлеспей отыр. Сол Дәулет деген жігітпен ғана сөйлескен, қалғандармен сөйлеспей отыр, мен білмеймін ғой деп. А мен барлық жазуды барлығын оларға бергем. Неге? Өйткені әрі қарай қазақ тілін жолатпауда жұмыс атқаруда бұл әкімдік. Өздері сондықтан өздерінің қолымен қазақтың ашу-ызасын тудырып, енді шайқалтуға әкеліп соғама, ұлтаралық қатынастың несіне басқа шайқалтуға, енді ол да сол негіздемеде, тілді төзбеу негіздемеде соған әкеліп соғама, әйтеуір өздері жасап отыр. Бәртар керісінше енді қазір неме істеп отыр? Бәртардың несі 2 апта сайлау науқанымен жүр. Барлығы сол мына кімнің Ертас Нұрман Ертасұлы дейді, Жамбыл ауданы әкімінің қол астында болып отыр. Мына әкімдер, ауыл әкімдері, олар әйтеуір соның қайтадан сайлауымен жүгіріп жүр. Мен солай ұқтым. Олардың мұршасы ештеңге. Енді әрі қарай осындай болотада, кешіріңіздер, ғапу, ештеңе істелмейтін, әйтеуір барлығын насаматек, енді басқаша айта алмаймын, жіберіп қойып, осылай 2 қолын қусырып отырғандай жағдай туғандай, сондай неге, сондай жағдайға әкеліп соқтыратын, қайтадан мінеки сол әкім сайлансын деген пиғылда жүр. Менің ойым осы.